Ауызашардың 8-ші күніне арналған ас мәзірімізде пирожки, кеспе көже және қызылша салаты. Қазанымызға етімізді, пиязымызды, картоп, сәбізімізді салып араластырып қуырып аламыз. Содан соң суымызды құйып қайнатамыз. Кеспеге жұмыртқа, тұз, ұн қосып, қатты қамыр илеп, жайып, турап шығамыз. Қайнаған сорпамызға саламыз. Осы аралықта картопты пісіріп қоямыз және пирожкиміздің қамырын илейміз. Ол үшін жұмыртқа, тұз, ашытқы, ұн салып, май құйып, жұмсақ қамыр илеп, бетін жауып, қамыр көтерілгенше қалдырамыз. Пиязымызды қуырып алып, картопымызбен пюре дайындап қоямыз. Қамырымыз ашыды, осындай бөліктерге бөліп аламыз да, барлығын қолымызбен жайып, ішіне салмасын салып, осылай түйіп шығамыз. Қызып тұрған майда қуырып аламыз. Біздің кеспе көжеміз дайын болды. Бүгінгі ауызашардың 8-ші күніне арналған ас мәзіріміз дайын болды. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын.